388 алдымен бізде берілгені S2 тең 4-ке, S3 тең 13-ке. Одан кейін біз B3-ті табу үшін S3-тен азайтамыз S2-ні. Сол кезде бізде 13-тен азайту 4 тең 9. Одан кейін бізде B3-ші мүше. Яшық тұрады. Міне B3-ші мүше. Сол кезде бізде B1 мен B2-ні қосқанда 4. 2 мен 2 вариант бізде келмейді, өйткені бізде прогрессия болу керек, олар бірдей сандар. Одан кейін бізде B1-ді табдық, одан кейін Q бізде 3-ке тең, өйткені 3-ке көбейтіп отыр. Біз формулаға салып шығарамыз. Шығарғаннан кейін бізде 121 шықты. Қандай формула? Геометриялық прогрессия формуласын салыңыз. Геометриялық прогрессияның қосындысын табу. Мынау қайдан шықты? 1, 3, 9, 27, 80 қайдан шықты? Прогрессия арқылы жүріп отыр, 3-ке көбейіп. Иә. 4-ші мүшесі неше болды? 27. Қайдан шықты азамат? 27 қайдан шықты? 27-ні 9-ды 3-ке көбейіп. Одан кейін 80 ботамыз қайдан шықты? 27-ні 3-ке көбейіп. Мына жерде қосуды айтып жүрміз астында. Қандай неге қосымыз бар тұрмайды? Астында 1 қосу 3 қосу 9 дейді. Біз осы 121 мәнді дәлелдеу үшін сол қосып шыққан болатынбыз. Қандай сондар болды? Бірінші мүше, екінші мүше. Геометриялық прогрессияның мүшелерін қосып шықтық. Жақсы.